Сәлем достар, бүгін біз Java бағдарламау тілінен практикалық курстың бірінші сабағын бастаймыз. Зертханалық жұмыс нөмірі 1. Жұмыстың тақырыбы Java бағдарламау тіліне кіріспе. Жұмыстың мақсаты Java виртуалды машинасының қолдану әмбебаптылығын және Java тілінде Microsoft Windows мысалында әртүрлі операциялық жүйелері мен Linux дистрибьюторларының бірі үшін бағдарламалауды көрсету. Жұмыстың тапсырмасы NetBeans бағдарламасында жоба жасауды үйрену, сәлем әлем мәтінін экранға шығаратын бағдарлама жасау. Бірінші зертханалық жұмыстың тапсырмасын орындауға кірісейік. NetBeans бағдарламасын ашқан кезде бізде мынандай құрастыру ортасы ашылады. Жобаны жасау үшін біз файл менюсіне кіріп, создать проект пунктін таңдаймыз. Пунктін таңдағаннан кейін создание проект атты терезе ашылады. Бұл терезеде біз приложение Java-ны таңдап, далееге басамыз. Создать приложение Java деген терезеде біз өзіміздің болашақ жобамыздың атын жазамыз. Атын жазғаннан кейін завершитке басамыз. Міне бізде алғашқы жоба жасалды NetBeans бағдарламасында. Енді программалық кодқа кірісейік. Біздің бірінші жасайтын бағдарламамыз барлық видео оқулықтардағы сияқты Hello World бағдарламасын жасаудан басталып отыр. Hello World-ды біз қазақша сәлем әлем деп атадық. Сол себептен біз сәлем әлем мәтінін экранға шығаратын процедураны жазамыз. Осы программалық кодта біз өзімізге таныс емес кейбір функциямен танысамыз, бірақ ол функциялардың мәнін, мағынасын сіз кейінгі сабақтарда сіздерге түсіндіріп беремін. Программалық кодты біз мына екі фигуралық жақшаның ішіне енгіземіз. Бұл бізде main процедурасы, ешқандай мән бермейтін main процедурасында жасалады. Бұл main процедурасы бізде main классына жатады. Программалық код бізде system атты сөзден басталады. Бұл себебі біз қолданатын функцияны system классына қолданғанда алып отырғандықтан системді басамыз. Нүктеден кейін біз out деген ағымды таңдаймыз. Out-тың ішіне біз print line деген функцияны таңдап, жақшаның ішіне біз қос тырнақшаны экранға шығаратын, яғни консольге шығаратын мәтінді енгіземіз. Ол үшін сәлем әлем деген мәтінді енгіздік. Яғни бізде мына функция сәлем әлем мәтінін экранға шығарады. Енді жобамызды орындау үшін біз выполнить менюсын таңдап, запустить главный проектке басамыз. Немесе F6-ға басамыз. Нәтижеміз астындағы қосымша терезеде көрсетілген, яғни біз сәлем әлем мәтінін экранға шығардық.